Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Печеньенің рецебін ұсынамын. Шайға, қонаққа істеуге өте әдемі жұп-жұмсақ печеньенің рецебін ұсынамын. Видеоны соңына шейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, істеуге кеңес беремін. Тез дайындалатын 5-10 минуттағы печенье. Қолдағы бар заттардан дайындауға болады. Творог. Қазір осының үстіне қант қосамыз. Блендермен ezеміз. Саламыз осылайынан. Осылайынан ezеміз. Үстіне бір жұмыртқа қосамыз. Саламыз осылайынан. Тамам. Ан жақта. Тиістейміз. Свежуша салдамыз. Сәбат кеше болған. Енді үстіне осылай ерітілген Маргарин. шедеврді сливочный майон құямыз. Осылайынан желқамен араластырамыз. Экстрадом бозып жазын жүктеп кодтарды сол жерде. Опа жиналған мүмкіндігім. Фестивальда билеттерді және өз таңдауы бойынша керемет сыйлықтардан. Бізде осыған идеалды елікпен өткізілген болу керек. Осының үстіне бір чайный ложка осылайынан қосамыз, кішкене емкілі жақсылап араластырамыз. Онда Феликс бұл өте-дәмді азық. Мұны мазақтың тәртібіне қарайшы. Асыға беріңіз, қуана қарай. Рахаттана жейді. Мұртын майдай және азықты осының үстіне саламыз. Қолмен жақсылап тұрып елейміз. Ванилин болса, бір пачка ванилин. Менде үйде ванилин болмай қалды. Ванилин қосылған жоқ, сондықтан да. Білесің бе, оң жағын немесе сол жағын таңдайсың ба маңызды емес. Өйткені екеуі де дәмді қытырлап. Білесің бе, қай жағын таңдасаң да оның асылма бәрібір. Осыдан кейін начинкасын дайындаймыз. Ылғи шаш құрғақ болса, оны жақсы көру қаншалықты қиын екенін біледі. Осылайынан қоямыз. Терең ылғалдандыру әлеміне еніп, гиалурон қышқылы кешенінің күшін сезініңіз.
Енді алманы тураймыз. Корица, міне корица қосуға да болады, қоспасаңыздар да болады. Екі алманы тураймыз. Корицаны қосқан жоқ. Жемейтіндерді естісіз болады. Малаешка көмектеседі. Ақуыз, дәрумендер мен минералдар. Балаға қажет нәрсенің бәрін береді. Малаешка бәрін шешеді. Неге доширак вести алдыңыз? Бұл кәдімгі кеспеде 15 пайыз артық. Және онда көмірістер 10 есе көп. Доширак вести таңдау айқын. Динаның тойына дайынсың ба? Қайда? Шашын әпсін өзгертсем беке саған ашығырақ шашын бояудан Қайдан білейін мұра? тәсілімді байқап көр. Енді осыны Үш түрлі май. үшке бөліп домалақ қылып жаямын. Шаштың түсі қанық, ұзақ сақталады. Шаш жалтырап тұрады. Ағы да жоқ. Бірне Color Naturals. Тереңнен мәрленген қанық түс. Қуанышты сәттерге лайық. Бәрі сенен көз алмайды. Color Naturals. Бәрнеден шынайы. Бұл чипстер сондай керемет. Бұл жай чипстер ғой. Жай чипстер. Өз чипстерін дайындау үшін қатаң бақылауда өсірілген 100% табиғи іріктелген картоп қолданылады. Ол сапаға және де керемет дәміне кепілдік береді. Сондай дәмді. Әр күн Лейспен пісіреді. Күннің екінші жартысында жұмыста етіңіз келе ме? Пика Палби. Бұл сіздің сезіміңізді оятатын жұмсағы қосылған дәмді сусын. Жанында сер сыйлайды. Пика, өмірге толы. Осыны жаямыз. Мемлекеттік туылса ма, әрдайым жаңасын сатып алуға асықпаңыз. Оларды күтім жасаңыз. Перфур қалпына келтіру кірді жұмсақшылады. Түсін қалпына келтіреді. Киімнің жаңа күйін 3 есе ұзартады. Сәнді қайта ойластыр. Жаңа ма? Жоқ. Мен перфурмен жуамын. Лоламен кез келген нәрсеге тапсырыс бере аласыз. Ерекше дәм қаласаңыз, Лоладан жаңа мейрамханадан тапсырыс беріңіз. Неткен дәмді? Чипстер бітті ме? Лоладан тапсырыс беріңіз. Осыны төртке бөлеміз. Лоладан тапсырыс беріңіз. Лола санаулы Осыны минутта тағы жеткіземіз. бөлеміз. Бактерияны тұтуы мүмкін. Терзайдың пайдалы бактериялар ішетін Осыны молодесін кішкене кесіп қоямыз. Алманы салып. Қымбат көрермен, эфирдеміз. Бағдарламамызда еңбек шоу уайдарымен жалғастырамыз. Басылым беттерінде бүгін шыққан қайындалған мақалаларға тоқталамыз. Назарыңыз бізде. Биыл көркем жазушы Оралхан Бөкейдің туғанына 2000 жылы 28 қыркүйекте тура бір ай қалса да мерейтойға Қанып қосамыз бетіне осылайынан. қаламгердің туған жерінде басталып кетті. Сондықтан Оралхан Бөкей бюстінің ашылу салтанаты өтіп, алтын дүбірлі тойға басты. Сарайында егемен Қазақстанның бүгінгі таңда Бетіне осылайынан қансиымыз. мақала жариялады. Осы орайда қаламгердің қарындасы Ғалия Бөкей жазушының атына Астанадан көше берілетін Қонаққа үйге жайлы өтеді. айқара шыққанда мақала авторы. Айта кетейік, бұл іс-шаралардың алғашқысы ғана қыркүйекте көлемді жиындар Астана және Алматы қалаларында өтеді. Ал 29 қыркүйек күні Алматыда республикалық ақындар айтысы ұйымдастырылады. Ары қарай жалғастырамыз. Енді тоқылға салып пісіреміз. Осы адам бойындағы 34 талант пен дарынды 30-35 минут пісіреміз осыны. Құны 22 000 теңге тұратын бұл тестті адамдар не үшін тапсыруы мүмкін? Әлемдік мықты компаниялар жұмысқа алуда қолданатын әдіс жайында Айқын газеті танымдық мақала ұсынды. Осыны газеталарға саламын. Былай деп келтіреді, тест тапсырғаннан кейін өте дәмді керемет шықты. Қызарыңқырады пісірдім. Негізі ақшылдау болу керек. Өте керемет піскен. Бетіне не сепсе де болады. Кунжут сепсе де болады. Мен қант септім. Ортасында қант сеп, бетіне кунжут сепсе де болады. Видеоны соңына шейін
көріп, Ары қарай жалғастырамыз. лайк басып, комментарий жазғандарыңызға көп рахмет. Ас болсын. Келесі рецепт түсіргенше қош сау болыңыздар. Рахмет.